12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Ne abigер, konak geleyim деп жатыр ма неге? Жоқ ай. Ана шаңсорғыш сататындар үйге презентация жасамақшы. Соған тазалап жатырмын. Шаңсорғыш тазалайтын кезде соларға тазалатып алмайсың ба? Бұл шаңның бәрін сен тазалап қойсаң, олар несін сорады? Ят қой ыбырсып жатқанымыз. Шұғыла, менен кейін мынаны сен тағы да бір тазалап өтші. Келгенде шаңтап байқалсын олар. Сен де. Ай, құда бала, қашан көрсең, бірдеңені оқисың да жатасың. Ол не? Бизнес жайлы кітаптар ғой. Кезінде оқымай, білмей, бизнес ашам деп бекерге жүре беріппіз ғой. Болмайды екен. Оқу керек екен, оқу керек. Ай, өзі негізі сауда деген қанда болады деуші еді. Ана біздің ауылдағы Сәлімбай бар ғой, оқымай-ақ мықты коммерсант болып кетті ғой. Ол көке сіздер басқаша ойлайсыздар ғой. Ол бизнес деген ол бір жерден 5 теңгеге алып, ана жерге апарып 10 теңгеге сату емес қой. Бизнес деген ол үлкен, кең ұғым. Ол философиялық ұғым. Мысалға сол Сәлімбайларыңыз қанша жыл болды қазір айналысып жүрген саудамен? 20 жыл болды ғой. Міне, көрдіңіз ба? 20 жыл саудамен айналысып жүр, осы ауылдың маңайынан шыға алмай жүр. Неге шыққан жоқ? Шықты. Көрші ауылда тошқылары бар оның. Көрші ауылыңыз не, көке, қазір әлемдік деңгейде ойлану керек. Әлемдік деңгейде ойлану үшін не керек? Білім керек. Ассалаумағалейкум. Есін аға, ассалаумағалейкум. Сіздің үйіңізден таппай келдім ғой мен қазір. Мырзахан аған... Шаңсорғыш па? Иә. Ішке кіре күтіп отырсыз. Есін аға кет қалмаңыз, сізге жақсы бір көрсететін тауарым бар. Керек жоқ, айналайын шаңсорғыш. Керек жоқ. Есін аға кет қалмаңыз. Көрсетем. Қоймайды. Көрдіңіз ба? Әлемдік деңгейде ойлану үшін білім керек. Апырай, иә? Сонда осыны оқисыңдағыны байып кете бересің ба? Онда елдің бәрін оқып алып байып кете бермейді деймін де. Біріншіден, көке, ел оқымайды. Оқымаймыз. Екіншіден, құр кітап оқи салу ол жеткіліксіз. Қосымша тренингтер алу керек. Мен сізге айтайын, мен мысалға мынау Манибилник деген бір үлкен әлемдік компания бар да. Мен соған интернет арқылы стажировкадан өтіп кіріп алғам. Қазір өзімді тренинг өте алатындай дәрежедемін бәс. Сонда сен әлемдік жаңағы компанияға кірдің ба сонда сен? Кіргіздің ба? Кіргізген былай тұрсын. Қазір менің құдайға шүкір бизнесім жүріп жатыр. Ақша деген айналып жатыр. Диплом керек емес, Диплом түгіл аттестат та керек жоқ. Қызықсаңыз, мен сізге 1-2 не өтейін тренинг. Әр өзіме де тәжірибе. Кім біледі, мүмкін сізде ертең осы әлемдік компания кіріп кететін шығарсыз. Мен қолымнан келмейтін шығар енді. Бірақ үйретсең үйреткөші, мүмкін қызығатын шығарым, Қызығатын шығарым. Қызыққан былай тұрсын, ол сізге өте пайдалы болады. Әлі бар ғой, Сәлімбайлардан егес асып кетесіз. Ол үшін, мынаны өзгерту керек. Жақсы киініп,
шашты алып прическа түзетіп бер. Прическа емес, сананы өзгерту керек, сананы. Қаш, аяғыңыз тартыңыз, аяқ. Қазір не шыққан көресіз, аға. Мен сізге көрсетем. Өкпелі сөзтар ғой, мақтай береді бұларда. Мәсаған, не деген шаң? Страшно ғой мынау, Біздің кілемнен? Ол жерден шықты ма анау? Далын алып келмеген жер. Немене берем, не істедің? Кілемнің астындағы подвалдың топырағын сорып алды ма? Ой, аға. Айттың ғой, шаң таппайсың деп. Сонда біз неме? Өмір бақи осы топырақтың үстінде өмір сүріп келгенбіз ба? Аға, бұдан кейін топырақтың емес кілемнің үстінде өмір сүргіңіз келсе, мынаны алып қаңыз, аға. Мына соңғысы алды. Қойш. Көрдіңіз ғой, аға. Өзі сорат, өзі жуат, өзі үтіктейді. Былайша айтқанда мини-робот қой мынау. Бұмен таксовать етуге бола ма? Не алдың? Жоқ енді. Ақшасы мен машинамен бірдей екен да. Ой, аға, бұл сіздергі сияқты китайский емес, таза германский мынау. Мынам барабаны Мерседес жасайтын заводта жасайды. Минутына 2000 вращение жасайды мынау. Мына сыртын Боингтың материалынан істейді мынаны. Білесіз ба Боингтың не екенін? Жоқ. Менде есіме шығып тұр, ана жерде жазып тұр ғой, көрсеңші, в общем. Боинг. Самолет. Ойбай, самолет. Ойбай, бұл мен таксовать етем деп қоям. Ұшасың десе әлі бұл мен. Аға, рас айтам. Ойше. Мынау тазалық қой мынау. Өмірлеріңізді өзгертсеңіздерші мынаны алып. Қалай? Менің үйімде әр бөлмеде бір-біреуден тұр мынадан. Қош. Мынаны алдыңыз, өміріңіз күрт өзгеріп кетеді. Қымбат екенді кішкене. Денсаулығыңыздан қымбат болса қымбат жар. Бала-шағаңыздың денсаулығынан қымбат емес қой, аға. Енді одан қымбат емес әрине. Ойлаңыз, мен сіздерге вискіні тастап кетейін. Келем ғой тағы да. Ертең Германия кетіп барадым. Мен де сізге беріп қойын оны, визиткамды. Такси керек болса, шақырарсың бауырым. Машинам бар, аға мен. Менің де шансорғышым бар. Құдай қаласа хабарласасын. Жаңағы шаң сорғыш сататын шықпай тұрғанда мен кетіп қалайын. Неғса тренингтер өтем ғой? Келем. Бол, келіңіз, өзім өтем. Жақсы есін, а. Қараш мына жерді. Жап жаңа кілем сияқты болып қалды ғой, шұғылы? Керемет екен. Аламыз ба, не істейміз? Көрерміз оны. Шай қойшы, шай ішейікші. Шаң үйде отырып бір шай ішейікші. Қойшы, қайдағы шаң? Арман қайда өз? Арман үйде тұрмай жүр ғой, кейін келсем. Қойшы, жоғалып қалмасын. Бас шай қойшы жалдан. Қазір шай қояйын. Мен де көмектесейін. Ой, мына үйде сіріңке шақ келмейтін болды ғой. Іздегенде өмірі сіріңке таппай қаласың. Қайда кетеді екен осы сіріңке дегеннің бәрі? Жаңа шаң сорғыш сорып кеткен шығар. О, Жәке. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалай құда бала? Жақсы. Жағдай. Денсаулық. Қалайсыздар? Шүкір жаман есен. Жүрсіз? Жүргенде сол бір әңгіме бар еді. Сен шыққаның жақсы болды. Тыныштық па, әңгіместес тағы? Тыныштық. Машинаға отыршы. Тыныштық па әйтеуір, Жәке? Тыныштық айтам. Машинаға отырсай. Ондай қорқатындай емес па? Жоқ, ондай қорқатын ештеңе жоқ. Тыныштық па? Жәке, не әңгіме ол? Тыныштық болғанда сен манибилдингке кіріп кеткен дей ма? Кіргем. Қалай енді? Қанша адам тарттың? Тартқанда әлі тартқан жоқ. Енді бастап жатырмын, пока көріп жатырмын да. Дұрыс, көре бер.
Бірақ менде супер оригинальный ұсыныс бар. Не ұсыныс ол? Сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг дегенге мен басқа ұсыныс бар десем, мен онсыз да сетевой маркетинг істейін деп отырмын. Істеп жүрсің. Сен бірақ біреуге істеп жүрсің, сен оны білесің бе? Біреуге, біреудің қалтасына істеп жатсың. Сен неге өзімізге, таза өзімізге ашпайсың ба? Оның үстіне бұл таза ауылға арналған қазақи желілік маркетинг. Бірінші сен боласың. Қазақи болғанда ол. Қазақи қалай сонда ол? Айтсаңшы. Қосылам десең айтам. Қосылғанда ана жұмыс не істеймін мен? Манибилдингті ма? Істей бер. Оны да істе, мынаны да істе. Мынау жұмысың жүріп кетеді. Манибилдигің далада қалады. Өзің ақ кері кетпейсің. Қосыласың ба? Ойлан. Ол басында сен тұрасың. Жақсы көрейік онда. Айтсаңшы, қандай ол? Не маркетинг? Асықпа. Үйге кірейік. Шай ішейік. Қарынды тойдырайық. Сосын өзім әдемілеп тұрып, сызып тұрып түсіндірем. Қалай? Ойнайсың ба? Сенде қалды ма? Жоқ, менде бітті. Жоқ. Бізде қалмады. Тағы сыпырылдым десей. Мен ертең тағап келем. Сен де осыған дейін менен отқандарын әп кел. Қайттан отып алам. Баламысың деген. Жарайды. Біз қайттық. Жақсы. Ендіге дайындалып кел. Не істеп жатсыз, Жаке? Газ. Так, енді қара. Баста біз минимум 10 адам тартуымыз керек. 10 адам. Одан кейін осылай, міне қара, жайыла береді осылай, тура осылай. Тоқта, қазір басынан бастаңшы, 10 адам басында кіргізу керек, тарту керек. Сосын? Сосын болғанда былай ғой. Ауылға барамыз. Үйді аралаймыз, түсіндіреміз, үгіттейміз, насихаттаймыз. Сөйтеміз де 10 адам кіргіземіз. Әр 10 адам өзімен бірге бір қой алып көру керек. Ой, келсе ме бір қойға алып келсе? Келіскенде енді соны біз түсіндіріп айтамыз ғой. Мәселен әр 10 адам өзінен кейін, әр адам өзінен кейін 3 адам тартып алып келсе, 3 адамнан әкелсе, әкелген бір қойы 2-ге айналады. 2 қойдан береміз. 3 адам тартамайды әрқайсысы? Тартамайды. Мен мысалға мына 5-еу тартамайды. Жоққа садып қояйық. 5-еу тартамайды? 5-еу тартамайды. 5-еу қалды ма? Бұл 5-еу 3 адамнан әкелгенде қанша қой? 15? 15 қой. 15 қой, мынау 10 қой бастағы. Қосқанда 25 қой. 25? 25 қойдың баста тартқан әкелген 5 адамға 2-2-ден бердің. Қанша қой кетті? 10? 10 кетті. Қанша қой қалды? 15 қалды. Міне 15 қой біздікі. 15 қой біздікі ме? 15 қой біздікі. Енді қара. Мынау 15 адам. Әлгі 15 адам. Бұл 15-тің де 5-еуі тарта алмайды. Кім ол? Мынау точно тарта алмайды. Мұны сразу өшіп тастайын. Мен білем бұны. Мынау тартпайды, мынау тартпайды, мынау. Қанша қалды? 10 қалды, 10. Енді сол 10-ын 3 адамнан әкелгенде қанша қой? 30? 30 қой. 30 қой. 30 қой біздік. 30 қой біздік ме? Бат deyip жазып қойын саған. 30 қой. Міне. Аяқтары, құйрығы, мүйізі күліп тұрған қой. Жүн.
міне осы таза қазақи ауылдық ұлттық сетевой маркетинг. Заңға қайшы емес па бұл? Ешқандай қайшы емес. Біз ешкімді қинамаймыз. Міне, оның үстіне келісім шартта бар, договор бар, налог төленеді, міне, бәрі бар. Заңды ғой сонда, Бәрі заңды түрде. Қалай, келісеміз ба? келсек. Не, қой қандай болу керек ол? Қой сау болу керек. Ең бастысы өз еркімен келу керек. Қаршыға түссе, стол сындырасың ғой. Атама өзім айтам. 90 ауыз сөзін толықтай түйінін айтқанда, бұл әлемдік нарық талаптарына бейімделген нағыз қазақи бизнес қой. Ой, қаршыға бауырым, сен 90 ауыз емес, 900 ауыз сөз айттың ғой. Біз не істейген? Осы сұрақ күтіп отырмын мен. Бұл сұраққа белгілі кәсіпкер, бизнесмен, осы ауылдың күйеу баласы бөтен емес. Жан мырза жауап береді. Енді не істейік болғанда жігіттер, бұл өзі өте оңай, өте қарапайым, қиындық тудырмайтын бизнес. Қазақ бизнес. Не істейміз сонда? Бір қой әкелесіз, сөйтесіз де осы кәсіптің акциясына ие боласыз. Сіздердің шаруаларыңыз сонымен бітеді. Бітеді? Сіздердің тек шаруаларыңыз тек арттарыңыздан адам тарту. Қалған шаруаны біз істейміз. Мәселен, бір қой беріп кірдіңіз, артыңыздан 3 адам әкелесіз. Сосын? Сөйтесіз де әкелген бір қойыңыз 2 қойға айналады. 2 қой ғой? Отыршы! Мен санап отырмын да қазірші. Егер 4 адам кіргізсе не болады артынан? Егер 6 адам кіргізсеңіз 3 қой. 3 қой. Жоқ, 4 адам деймін, 4 адам. 4 адам Алты жауап адам. берсеңші. 4 адам. Бірінші беріп аш, сосын кейін көреміз. Есептеп не қылмайды. Анау 4 жағымдағы 4 көршімді айтып отырмын, олардан басқа кімге сөзім өтеді дейсің бе? Кіре салам олар. Ой, Мадияр кіріп десе болды ғой, көре алмай олар да кіріп кете береді. Жездегеміз қадыр. Жігіттер, зор бизнес қой. Кірсеңдерші. Ұлттық бизнес, ұлттық. Оңай емес. Қазақ бизнес қой, қазақ бизнес. Ешкі бола ма? Қой деп отыр ғой, қой. Отыршы. Сормай жатыр ма? Сұрады, бірақ кешегі аппарат сияқты сормайды. Кешегі аппарат қымбат аппарат қой енді. Конечно, сормайды бұл. 200 есе арзан ғой одан. Біз сияқты сормаңдайлардың пешенесіне осындай сормайтын сорлы шаңсорғыштар жазылады да қайтеміз енді. Тастайсаш, ертең қолмен қағамыз. Қоя берші болды. Қалайсыңдар? Жатта! Қашадық. Жездеге отырма. Кір. Таза Қоя берші. Тап-таза ғой қарсай. Шұғыла көрпе әкепсаш. Ой, таза емес. Кеше 5 батпан топырақ шыққан. Адам ба? Ой. Кеше Таза көресің. Шұғыла көрпе әкпеш деймін. Дұрыс сияқты. Тұрай, таза емес мынау. Қазір көрпе салады, көрпеге жетесің. Ой, әуре мас қылмайсыңдар ма? Әуре болады. Мейлі. Салсаң сала ғой кел. Ой. Массаж болады, массаж болады. Көрпешеңді қатырған екенсің. Ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар? Көрпе отырыңыз. Жатыстарың жайлы ма? Жатыс. Жайды болғанда шаршадық қой. Айналайын қаршыға жанау. Сені тренировка өткізеді деп, әрі күтім, бері күтім, жоқсың ғой. Тренинг десеңші, тренинг. Мейлі ғой әйтеуір қайсысы болса да бірдеңе өтсем дедім ғой. Осы ғой мен 2 жерде жұмыс істесең. Мен сол кезде үйдемде қойсақ үйретсем. Сыртта сөйлесек жұмыс. Ой, сендер түсінбейсіңдер оны, біз өзіміз кейін айтамыз. Жасырын. Тренировка дегенге мен андай Жазып бергендерің бәрі. мынандай екен деп ойлап отырмын ғой. Тренинг. Қатырады. Олар да әңгімен. Енді жездеке. Көңіліңіз келсе де айтайын. Мана тірлігіңіз ұнамады маған. Неге ұнамады? Жарайды дейік. Бір-екі пысық жігіттер артына адам тартып тірлік істеп байып кетуі мүмкін. Ал артына адам тартамағандар не істейді? Қойынан айырылып, ертемен бетіне қараймай қалам, ұят қой.
Адам тартылмағандар олар өздерінен көрсін. Сетевой маркетингтің барлығы осындай негізі. Адам тартылғандар арғай алып кетеді. Тартылмағандар қалады сол күйде. Өй, болмайды ғой. Адам тартылмаған байқұстар. Бітті ма сонда? Қойларынан айырылып, қойдың көшесіне қалады да не істейді басқа? Ой, сен де бір қойдың көшесіне қарап қалған екенсің сен де. Онсыз да олар әрқайсысы бар ғой, айына сол бір қойды сойып, қаншама қойдың көшесіне қалып отыр ғой. Оның неменесіне қиналасың? Көресің ғой, осы тірлік бар ғой, жүріп кетсе бар ғой, ертең өзің ақ келіп маған жалынасың. Мен де қосыңызшы деп. Так что ойлан сен. Езаға блокнотыңызды ашыңыз, жазыңыз. Бүгін менің сізге өтетін тренингім баюға 3 қадам деп аталады. Тоқта. Баюға 3 қадам, Шақ қадам. Баюға да 3 қадам. Езаға тербетілмей отырасыз, бірақ ойын бөлініп жатыр, жаман. Мынау тербетіліп тұр екен ғой. Бәсен алып қисық жазып жатырмын десем, тоқтатшы мынаны. Қарса. Осылар қимылдамай отырмыз. Қай жерге тоқтатып? Сонымен. Ең бірінші қадам ол елестету деп аталады. Адам бай болу үшін өзін байым деп елестету керек. Бай болмасаң да ма? Бай болмасаң да. Үнемі мен баймын деп айтып жүру керек. Сонда дауыс таппай іштей ма? Енді ол жақ айтылмаған енді. Адам жоқ жерлерде, үйдің ішінде, жалғыз өзің жүрген кездерде бір дауыстап айтып жүргеніңіз дұрыс ау. Адам жоқ жерде, Адам жоқ жерде, үйдің ішінде, қорада да бола береді, қораның ішінде ешкім жоқ қой? Болады. Ары қарай. Үнемі өзінің болашақ тұратын коттеджін, мінетін машинасын, барлығын елестету керек. Үйдің ішіндегі бөлмелерін, жиһаздарын, машинасының маркасын, түсін елестету керек. Сонда ол ой шындыққа айналады. Түсінесіз ба? Армандау керек десе. Армандағанда да бір ұсақ түйек нәрселер емес, үлкен нәрселерді армандау керек. Есаға, 5 бөлмелі емес, 5 қабатты коттедж. Опель емес, Феррари. Сіздер әбден анау гольф жақсы машина, десяткінің ходовкасы мықты деп саналарыңызды әбден немістің свалкаға тастаған машиналармен ластап тастағасыздар. Дұрыс айтасың. Анау әлгі Мұхтар Шағановтың үлкен болу үшін ғаламда үлкен арман керек екен адамға деген рас екен ғой, Рас? Ол кісілер мына кітаптың бәрін оқып тастаған ғой. Дұрыс айтасың. Осымен бүгінгі бірінші қадам тәмам. Үйге тапсырма жазбаңыз. Тапсырма бересің бәлі? Е? Күнделікті жазамыз ба? Жазыңыз, тапсырма. Тапсырма. Қандай үйде тұруды армандайсыз? Міне. Сол үйдің проектісін сызып келесіз. Және қанша ақшаңыз болған қалайсыз? Және ол ақшаны қайда, қалай сақтағыңыз келеді? Соны жазып келесіз маған. Міне. Дұрыс айтасың. Осы тапсырмалар жазып келіңіз. Болды. Айтпақшы қаршыға, осы сабақтарың маған тегін бәлді, ақылы ма? Исаға, мен сізге тегін тренинг, тегін бұның бәрі сізге. Рахмет бауырым. Бөтен емес сіз ғой? Рахмет. Онда мен қайтайын. Жарайды. Дайындалыңыз. Онда? Болмайды. Мен сізге жаңағы бері не айтып отырмын? Нені? Сіз байсыз. Бай адамдар сияқты жүріңіз. Иә. Бай адам сияқты? Бай адам сияқты. Дұрыс. Онда баймын деп айтуым керек. Байсыз. Баймын. Жақсы, Исаға. Торт қолыңдар. Міне, сіз байсыз. Көресіңдер. Бай екен, жақсы. Жүріңдер осылай. Кедей боп.
Байымыз, біз байымыз. Біз Арман қаяқта жүре? Ола кешікпейтін еді ғой, үйде жоқ, Арман? Қалай, сыпырылдың ба? Ойнама мені. Барыңды тұласың сен. Давай, мен кепкамды тігемін. Арман, карта ойнап отырсың ба не? Мәди, жақсы ана. Маса өліп кетті ғой. Карта ойнап отырсың ба не? Футбол қатысың ба? Қазір өзім ойнайым. Тарат, маған таратшы. Сыпырам кез. Неге ойнаймыз? Футбол кім тігем? Тарат. Ертең ана үстіндегі спортивті мен үстімнен көресің. Размер қанша? Шаруан қанша? Ойынын ойнасай. Айбай! Ертең ұтамыз. Бүгін қол жүрмей қалды. Ертең обязательно ұтамыз. Шым жоқ бекен, Шым біліп қоймасын. Жарайды онда, жақсы. Мәди, берге. Айбай, не болды? Мынаны алды, бәндегі жайылып тұрған жерге апарып қайтып жайып қойшы. Есін аға біліп қоймасын, жарай ма? Аха. Давай, жақсы, пока. Давай. Жақсы онда. Gel bak kuyrukta mı? Yaş. Soya dışarıda ne çıkıyor? Gel kız. Adın Bir. Жіберейін ма? Ол жіберсей болды ғой. Берік. Жоқ қой. Берік. Так, бір қой, Бір қой. Берік. Кән. Көрма. Тұтып аяғы шешірейік қыз. Не алдыңдар? Қазымнан қаттырақ байлаған екен. Аш. Мадияр кел. Қан. Бір қой деп жаздың. Бір қой деп жазып қойыңыздар алдама. Мадиярге бір әдемілеп қой жібере сал. Нағаса көбейеді, қой көбейеді. Бәрекелді қой көбейіп болды, көрдің ба? Міне, таза қазақи бизнес. Былай істеймін. Қосып жіберемін. Тарықтығын свет жарғы да бар. Екіншісін тарықтығын бәрі жанады. Жүк көйтсін. Спальня келіп түсетін әлірге. Жатамыз, жүре жатамыз. Салтош, сен бейтші. Жакузиді қоса сал. Мен суға шомыл болайын. Жарай ма? Қандай жакузи? Қиял десе. Бір жакузи бар адам түсіп сөйлейді ғой. Баспалдақ керек бізге, Баспалдақ. Керек жоқ, баспалдақ істемейміз. Лифт істейміз. Бас болған, жүк. Жоғары көтересің. Бас болған, жүк төмен түсесің. Болды? Әдем болады. Көрдің бе? Осылай болады. Істеймін, ақыры істеймін осының бәрін. Жүк. Стол битеп көтеріліп шығады. Шығады да өзі ашылып шығады. Шай дайын. Қимылдамайсың шайға. Міне. Шай алып отыр. Қиял десе. Әкел, қиял шайыңнан ішіп қояқ. Рақат қой мынауыңа. Мынаны сендерге сарайға шығарыпсаңдар деп едім, көзге күйік Шан сорғыш емес бұл дегенің. Енді не бұл? Бұл ылже сан сорғыш. Шан сорғыш деп өткен деген айт. Даусының өзі Мерседестікінің даусы сияқты. деп тұрады.
осындайда қосымша жұмыс керек ақ. Ана ағаларыңның да кәсібіне қосылмадың сен. Жұмыстар тәп-тәуір жүріп жатқан сияқты. Болды. Алам мен сол сансорғышты. Алам? Алам. Қандай ақшаны аласың? Машинамды сатам. Сосын, жұмыс ше? Жұмыс бір мәнісі олар. Қашығаларға қосылам, қайдан шықсаң, одан шық. Болды, алам соны. Ақыры Мерседес мініп қарқ болып жүрген жоқпыз. Одында сол шан сорғыштан Мерседестің дауысын шығарып қойып, шан сорғыз отырмадық па? Ha? Үш күнге осы да жаман емес. Әжептәуір болып қалды ма? Қойын бомжық салмай, мен де кісінің үйінде жата бермей, үйге қайтайын. Қойларға өзің қарарсың, өзің бақылауға алып отырасың. Кеп тұрам ғой? Жата бермейсіз бе? Жатсақ бөтен үй емес қой. Сіздің қайын жұрт, мені алып келмей. Саған тиіп кетті ма? Енді жатсаң, саған жарасады енді. Маған ыңғайсыздау ғой енді. Үйге барайын. Тапо! Мынауында ергесей? Қайттық біз. Қайтайық қой. Мен қайтам. Ана қойларды өзің қарай енді әдемдеп. Картаға ойнап ұтқы жіберме. Картаға ойнайды. Картаны қашан сенен әлде қашан қойып кеткен мені. Қазір ойнамайым мені. Ерте қойып кетті бұл. Мен ғой сол үй біраз жалғастырдым. Бұл осы Тапова. Сізде карта ойнағыз ба? Ойбай, осы аймақтың бәрін қырғанбыз ғой бізді картамен. Мына Тапо, сосын Жако деген класстасым бар. Ол сұмдық ойнайтын еді, ол бар ғой. Қой, мен екетірек кетейін, тағы бірдеңе айтып, мен сигаретімді ашып. Мақұл. Давай. Жақсы. Не ғой? Жаке? Онда сіздің көмегіңіз керек кешке маған. Не көмек? Арман екеумізге. Мырза екен білмей қойсын, жарай ма? Бұл білмей қойсын, айтшы. Айтам, жолда айтам, көрсеңші. Сіздің карта ойнайтыныңыз бұрын білмеген ғой мен. Білмеңіз бе ма? Есін аға дайынбыз ба? Айта бер. Миллионер болудың екінші қадамы Я. бұл жоспарлау деп аталады. Жоспар болғанда да енді бір ұсақ түйек емес, бір ірі жоспар болу керек. Мысалы, мәселе мен өзім бір жоспармен бөлісейін сізбен. Бұйыртса, мен енді келесі жыл үйленейін деп жатырмын. Бір қызға. Тойым Гавай аралдарында өтеді. Міне, көрдіңіз бе? Ой, біз қайда, Гавайың қайда? Ең болмаса ыстық көлді айтсай? Ой, көке рас айтып отырдым. Шапан жамылып тұрмын ғой. Рас. Қалай жасайсың ол жақта? Кәдімгі. Бәрекелді. Білдім. Байдың қызын алайын еттірсің ғой? Жо. Ол қыз бай бола ма, кедей бола ма? Это не имеет значения. Мен келесі жыл шамам, қонақтардың барып келуі, жататын жері, қыдыру, барлығын шығын көтеруге менің шамам еркін жетеді. Міне бұл жоспар. Енді жоспар дегенде енді көрпеңе қарай болу керек шығар енді жоспар дегенде. Көрпе, кілем бәріне сай. Рас, мен айтсам сенбейсіз қазір, өтірікші сияқтымын. Менің Луврда өзім жеке картинам бар. Флоридада, курортный зонада менің өзім үлесім бар. Ой, мен әлі ешкімге айтқан жоқпын, керек десеңіз, менің айдада жерім бар. Қой. Оған сенетін ақмағың мен емес. Рас, сенбейсіз ғой. Міне сенбейсіз, сіздің сенбейтініңізді біліп, әдеге құжаттарын алып келдім. Міне, құжаттар. Әне көрейік. Есен аға, мен ана бір манибилдингте шошқа тағалап жүр дейсіз ба? Ертең сіз кірсеңіз, сізге де береді. Береді. Тегін ба? Енді тегін болғанда капитал саласыз ғой. Жарайды, біз негіз 3-ші сатыға секіріп кеттік бірден. Екіге қайтып оралайық. Сонымен, сіз не жоспарлайсыз? Мен ба? Иә. Мысалға. Мен онда есіктің алдына бір үлкен қып бір қазандық салсам беремін де. Ой, сізде қазандық-мазандықты миллионер болмасаңыз да саласыз ғой. Ірі жоспар құрсаңыз. Ірі адамдардың жоспары да ірі келеді. Білесіз ба? Ірі ойлану керек.
бір жерге барамын мен. Ай, үшінші қадамың қашан? Үшінші қадам ертең. Болды. Сандуғаш. Серік болдың тойын шетелде жасасақ қайтеді. Дубайда ма? Малайзияда ма? Сен Қайсында жасасақ? дәрішесің ба? Жоқ, құдай сақтасын, дәрісіңіз. Басың ауырып, былай айналып бір түрлі болып тұрған жоқсың ба? Жоқ ой, қайдағын айтпашы. Меніңше осы сенде бір психикалық өзгерістер болып жүрген сияқты. Рас па? Иә. Дәл таптың. Міне. Рас. Ол рас. Керемет емес пе? Адам бірінші мына жерді өзгерту керек. Сол кезде сенің өмірің де өзгереді. Барлық нәрсе өзгереді. Көрдің бе? Әлі талай өзгертеміз бәрін. Бәрін жасаймыз әлі. Атаң бір түрлі былай ауырып тұрған жоқ па? Ертең докторға барсақ қайтеді? Ой, осы жердің доғдырың деп тұрсың ба сен? Шамалшыда Американың доғдырына қараламыз. Бәрін істеймін, жасаймын, бәрін жасаймын. Өзің осылай дайындалу керексің адам, түсінбей жүргеніміз. Мына телевизор ма? Бұдан басқа телевизор әперемін сендерге. Үлкен. Бәрін жасап беремін. Қалай? Ұтылдың ба? Енді үйіңе қайт. Мына киіміңнен айырылмай тұрғанда. Так. Кішкентай балаларды қоймай өтіп жатқан сен ба? Мынау ма кішкентай бала? Братамен ойнайсың ба? Любоймен ойнайым. Так, любоймен ойнайтын болсаң, онда жақсылап келісіп алайық. Ойнайтын болсақ, до конца ойнайық. До конца. Орта жолдан тоқтап қалу деген жоқ. Тоқтап қалу деген болмайды. Ол и так солай ғой, братан. Ой, и так солай ғой, братан. Қойшы. Таратшы. Тарат. Отыр, демалып алайықшы. Сөйтікше. Жаңа тонайтын үйіміз қайсы еді? 49 ғой. Келесі үй. Солар ма жаңа Инстаграмға суретін салып, шетел демалып жатқан? Солар ғой, мен қарасай. Бала шағасымен жүр. Түркияда жүр. Мен баймын. О, шыршаларымды суғарып қояйын. Шыршаларымды суғарып қояйын. Ешкім суғармапты. Міне мен баймын. Менің байлығымды ешкім білмейді. Міне, бәріне бай екенімді айтамын. Міне, баймын, міне көрдіңдер ме? Міне, мына жағында суғарып қояйын. Мына жағында суғарып қояйын. Мына жақ ешкім суға салмаған екен. Міне, жата берсін. Міне, баймын. Мен баймын. Шыршасын суарамын деп, біз суарып кеткенесіз ма? Мынау жынды ма? Баймын деп айқайлап отқаныз? Бай болса бай шығар. Бай айқайламайсың, мен баймын деп. Ішіне сыймай айтқан шығар, может? Қалай? Сағат жарасып қалған жоқ па? Зор. Ырзасыңдар ма? Братан, беш. Так. Маса шай. Келістік қожа. Так, енді анау триколарыңды ойынға тігесіңдер. Менде ма? Сен де? Бәріміз келістік. Келістік жаңа соңына дейін ойнайын дедік. Братан, дұрыс қой. Бірақ мен үлкенсіз ғой сіз. Маған да бір шанс берсеңізші. Қандай шанс? Мен де бір братанды шақырайын. Пожалуйста. Любой ғой. Любой братан. Біздің ойынымызда алдыйды досыңа қоңырау шалу деген бір мүмкіншілік бар. 30 секунд. 30 секунд. Үлгір. Звоныш. Одан кейін ана досыңа айта сал. Келе жатқан кезде жаңа бір орамал ма, алжапқыш па бірдеңе ала келсін. Енді ананы бізге бергеннен кейін жауып отырмайсыңдар. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мынандай бір хадис бар емес пе? Алла тағала байлықты дейді, сүйген құлына да, сүймеген құлына да береді дейді. Ал
иманды алла тағала өзінің сүйген құлына береді деген емес пе? Алло? Иә, мен? А? Бол? Бол, барам. Ассалаумағалейкум. Ой? Ассалаумағалейкум. Ой, сен ба? Е, Қайда шықтың? мені жаман там жаққа апарып тастайсыз ба? Ой, бұл жаман тамға апарайын. Жақсыздар ба? Жақсы. Ой, сен машинам бар демедің ғой? Машина бұзылып тұр. Машина бұзылып қалды ма? Шансорықша мініп бара бермедің ба? Бірақ сол товарың ұнады маған, бар ғой. Мен алам соны, сөйтіп шештім мен. Ұнады маған. Болды. Мына машина қалай сатылады, солай алам. Қалды ма өзі бізге? Өтіп кетті ма бәрі? Қазір қалмады. Германияға кетіп бара жатырмын ертең. Алып келемін сол жақтан. Алып келемін ғой. Кәдімгі өздерің Германияға барып біле бересіңдер ме сендер? Мықты. Маған ұнады. Біз прямой дистрибьюторымыз ғой. Молодец. Алам құдай қаласа. Бол. Алам, ұнап қалды маған бар ғой. Мына келді жамандам. Бопты бауырым. Рахмет. Жақсы. Көріскенше күн жақсы. Маған міндетті де алып кел, жарай ма? Болды. Келе ма адамдан? Міне келді. Кел, братан. Кел. Осы братан бұл? Осы ма? Бұл Сонында... Не бұл? орамал ғой жаңа. Ой, сендер керек бұл. Сіздер Правиланы біле ма? не біледі? Білесің ғой? Білем. Үстіндегі, қолыңдағы заттарың бәрін ұтылғанша тоқтатпаймыз енді. Тарат. Болды. Тарат. Әкел мені. Тарат. Ойнап жүрген бала ғой. Ойнамайды братан, тек. Kod menен. Al. Мен мынаны алайын, өзім ағама берейін. Ал сізге. Ала. Тағы ондай братан. Сенің көмегің керек болып жатыр ма? Ана жаман тамға келіп кетсей. Шақыр, братан. Жаман там. Масаға жағатын крем берейін ба? Жоқ, керек жоқ. Братан, ертең жол жүру керек еді маған. Ең болмаса, сотканы қайтарып беріңізші. Братан, ана сағат палқым тікеді. Беріңізші, үйге барсам айқайлайды. Осындайларың жаманда сендердің. Жазы ойын басталмай тұрғанда айтпаңдар ма? Ана кет. Заттарын түгел алғыларың келе ма? Онда тура осылай бір көше жүресің. Осылай жалаңаш па? Айтса не? Братан. Өздерің білдір онда. Қайтып жүрейін. Карта, казино, құмар, автомат дегендер бар ғой. Бұл бірде ұтасың, бірде ұтыласың. Бұндай нәрсеге әуестенген адам бар ғой. Мынандай күйге душар болады. Братан, тезірек жүрейікші, біреу көріп қалар қазір. Өтсе айтып қояқта. Теңіз жүресіз, братан. Ол бар ғой, менің басымнан өткен ғой бұл. Бұл абыройыңнан да, дүниеден де жұрдай боласың. Түсіндік, братан, жүрейікші. Сондықтан бұндай нәрсеге әуестенбеңдер, осы бастан тоқтатыңдар бұны. Естіп ма, сендерге айтып отырмын мен. Сендерге де қатысы бар бұның. Жүр.
көресің былай бәрін қатырамын. Есен, ойбай, Есен, тұршы, Есен. Ой, тұршы, бұны да ояту қиын. Ойбай, бай болам деп жүр ғой, бұл әлі қаяқтың байлығы. Ойбай, түнде үйге ұры түсіпті. Теледидаты менің алтындарым бәрін ұрлап кеткен түк жоқ. Ай, көзге көрінеттің бәрін алып кеткен ғой, құдай. Саған қойлар қайда? Енді аналарға не айтсам екен, а? Қап. Пылесос. Бар. О. Шаңаке. Олеке. Саламатсыз ба? Ай! Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Кім үйі бұл? Шаңғалидың. Шаң сорғыш сататын Шаңғалидың үйі ма? Иә. Әкең қайда? Әкем тауар алуға Қытайға кеткен. Не тауар алуға? Шаң сорғыш. Жарайды. Әр тамда бір шаң сорғыш. Осы үйдің сіріңкелерінің бәрі қайда жоғалып кетеді екен, а? Қайран досым, қонақ жай қазақ деген елдің де бір қара шаңырағын көрдің бе? Сен үлкен үйге келдің бе? Қайран досым, ең жақын ағайынның арасы, ішкі жан сарайының ауасы, үлкен үйіңнен табасың. Үлкен үйде жастықтың сағындырған шағы бар, қаттықтың мағыналы мәні бар, уақыттың кілті табы